5 жыл болды, деді Арманбек күрсіне тіл қатып. Сәл тыныстап алды да құлаққа жетер жетпес бәсең үнмен тағы да бірдеңені күбірледі. Өз ойына өз шомып, бей-жай күйде отырған Еркегүл әдепкіде бұл сөздердің мағынасын түсінген жоқ. Күйеуінің өзіне суықтау көзбен үнсіз бажырая қарағанын сезді де. «Не дейсің? Немене?» деді кідіре сөйлеп. Тақ еткен қысқа ғана жауап. «Не, ұмытып қалдың ба? Сенің Қабыкеновтер әулетіне келін болып түскенің». «Ах, құрғырай, не деген иіс алмас едім. Есімнен тарс шығып кетіпті ғой. Мұның артында анау әңгіме тұр ғой. Сол тұр ғой, қап әттеген-ай». Еркегүл өз ырқынан тыс лып етіп орын атып тұрды. Күйеуінің қасына қалай жүгіріп барғанын да байқай алмаған. 5 жылдық мерейтоймен құттықтап емес, жұбата сөйлеп, көңілін алаңдатып, бірдеме айту керек сияқты. Бірақ аузына жібі түзу, оңды сөз де түсе қояды мекен. Асу қамымен жүріп, анда-санда көзінің астымен жасқана қарап қояды. Күйеуінің қабағын алыстан торған түрі. Шай үнсіз ішілді деуге болады. Шай емес, әркім өздерінің суық ойларын кері жұтып отырғандай. Орындарынан тұра бергенде Арманбектің кеудесінен тағы да деген ауыр леп сыртқа тепті. Жас еркек адамға тепсе темір үзетін атан-жілік сымбатты жігітке жараспайтын ауыр күрсініс. Ыдыс аяғын сылдырлата түсіп, теріс айналған Еркегүлдің жанары мұнартып кетті. Ас үйдің қабырғасындағы шағын айнадан байқағаны қысықтау көздерін оңай толтырып үлгеріп, төмен қарай дереу лықси жөнелген жас тамшылары. Арманбектің дәл қазір жан жегідей жеп, тынысын тұншықтырып, булықтырып тұрған арманның не екенін атап айту шарт емес. Қолмен қойғандай бәрі де белгілі жайт. Үйде оңаша қалған жас келіншек булыққан күйін одан әрі тежей алған жоқ. Бар ащы зары, ішектегі күйігі сыртқа қарай лап етті де запыран болып ақтарылды. Арманбекте не өкпе бар? 5 жыл бойы төзіммен күтуде, бірақ күткен көрінер емес. Қайтесің, тағдыр ғой деп тікелей тағдырға жаба салуға болар еді. Үлкен кісілер, ағайын туғандар солай деп айтып та жүр. Әлі жассыңдар, болашақтарың алда деп жұбата сөйлейтіндер де аз емес. Иә, жай айтылатын жаттанды сөзге не дауа? Не десе де дей берсін. Бірақ бұның тағдыр емес екенін, бар кінәнің өзінде екенін Еркегүл ғана біледі. Соңғы сыныпта оқып жүрген Гүлі. Жастық жігер, асау сезім, ақыл сананы тұмшалап билеп алып, өктем билік құрып тұрған уақыт. Мектептің соңғы жылы жас жігіттердің арасынан жұбын таба алмай, жеке дара саяқтап жүрген бой жеткен жоқтың қасы десе де болады. Әкетіп бара жатқан ерекше қасиеті айғайлап тұрмаса да, Еркегүлдің де қол ұстасқан жігіті болды. Кім екенін, қайдан шыққанын, аты жөнін тәлпіштеп айтудың қазірде қажетіне. Әйтеуір бірінсіз бірі тұра алмайтын сияқты еді. Ауылдың бой жете бастаған көп қыздарына тән тіршілік, ағаларын алыстан айналып өтіп, шешесінен шеттей қашып жүріп, мұғалімдеріне іс тастайтын дәлелсіз себептер айтып, кешке қарай жиі кездесуге шығушы еді. Бір-біріне тартқан албырт асау сезім, көзсіз құштарлық артынан неге апарып соғатынын түсінбеді-ау десе болмас. Бірақ мәніне жете көз салмаған сияқты. Мектепті бітірместен ақ сезіп еді жағдайдың қиындығын. Жүрген баласы оқуға жүрем деп, абитуриенттердің алдыңғы легімен алыстағы қалаға аттаныпты. Бар сенгені, болған сырдың бір түйін тастамайтын, ақтарып айтқаны, ағарып айтқаны, сөз жастайынан жақын көретін немере әпкесі еді. Оның кесімі жалғыз-ақ болды. Құтыл, өзім көмектесем, масқара болатында ештеңе жоқ. Болашағыңды ойла. Тығырыққа тіреліп, одан шығардың амалын таба алмай ала сұрған жас қыз үшін әпкенің айтқаны ата заңмен кем болған жоқ. Көзді жұмып тәуекел етті. Өзінің сол бір ауыр күндеріндегі бар ойы, ышқынған жалғыз мақсаты да сол болатын. Аудан орталығындағы бір дәрігер арқылы ешкімге сездірместен түсік тастатты.
Бұдан кейін ойы кідірместен өзінің көзін құрту болатын. Содан дереу маңайда алғаны қала жақ. Алматы емес, Астана емес, таныстары аз кездесетін басқа қала. Жастықпен екпіндеген жігерлі күндері уақыттың да, қыздың да аяқ қолын жерге тигізбей алға қарай дедектете жөнелді. Қызығы думаны мол студенттік шақ, бірде тоқ, бірде аш, қызықты күндер. Содан соңғы курста Арманбек екеуі бір-біріне алыстан көз тастады. Сымбатты денелі, қабағы қалыңдау, шықшыты кең, сұрса жігіт, бойы жұмбаққа толы тылсым жан секілді. Біреуден ілгері, біреуден кейін көрінетін қарапайым қалыпта Еркегүл де ажарсыз қыз емес. Бойындағы бар міні, көзінің қысықтығы болмаса, оның да амалын тауып, бүгінгі күннің талаптарына сай келтіріп бояп қоятын. Оның бәрін қойшы, үйленгендеріне міне бүгін тура 5 жыл толыпты. Бірақ үйдің ішінен былдыр-былдыр бөбек үні естілмейді. Неге бақырып шақырып аттандап жылап, есік пен төрдің арасын ыбырсып жататын бала жоқ? Тағдыр десе, тағы да үлкендер. Сол тағдырдың осынау ауыр үкіміне Арманбекте мойын сұнған сыңайлы. Тек ауыр күрсінді. Келіншегінің бетіне тік қарай алмай алып қаша беретін тұнжыр көз қарасы. Сол күні кешкісін күйеуінің көтеріліп басылып тұрып, апай төсін құшақтап жатып, «Арманым», деді Еркегүл ақырын ғана. Дауысы әдеттегіден жіңішке түсіп, біртүрлі нәзік шықты. «Осы біз бала асырап алсақ қайтеді?» Ауыр мінезді жігіттің қастары дір ете түскендей болғанымен бірден жауап бере қойған жоқ. Төбедегі көзге көрінбес асылын түсінбегендей шалқасынан ұзақ жатты да. «Рас, мынауың идея екен», деп қаттырақ дауыстады. Екеуі осы мәселені қанша сөз еткенін кім білсін, әйтеуір ұзақ сөйлескен сияқты. Талығып барып, түннің бір уағында ғана көз іліккен. Әңгімені ұзаққа созған жоқ. Әрқайсысы өз ата-аналарына хабар беріп ақылдасқан болды. Тіпті олардың ақылдарын бұл жерде қажеті де шамалы сияқты еді. Бөбекхананы асықпай аралап жүріп, ақыры дегендеріне қол жеткізді-ау. 2 айлық қыз бара. Дәрігерлердің берген қорытындысы бойынша денсаулығы жақсы. Солақ екен, үйдің ішіндегі неше жылдан бергі қабырғаларды керіп, сіреп тұрып алған қызарлы тоң лезде сейіліп сала берді. Қабағын қарш жауған беймәлім көңілсіз көлеңке де әлде қайда зым-зия жоғалғандай. Екеуі мәз мейрам, жас нәрестемен бірге ілесе кірген қабат-қабат қалың шаруа да үйдің ішін үйірмен толтырып алып кетті. Жас баласы бар, отаудың бел жаздырмас, белгілі қар баласы. Әсіресе төбеден төнген қара бұлттай бір-біріне тақаса түйісіп жатып алған қалың қабақтардың жазылғанын айтсаңшы. Бұрынғыдай күрсіне бермей күліп сөйлейтін Арманбек енді мүлде басқаша жан сияқты. Өз айтқандай, Қабыкеновтер әулетінің бақытты бір шағы еді ол. Бірақ амал не, ол шақ ұзаққа созылған жоқ. Бірер ай өткеннен кейін Арманбектің Маржанға кішкене қыздың атын жас жұбайлар өздерінше осылай қойған деген мейірімі сарқыла бастады. Енді бұрынғыдай көп қолға ала бермейтін болған. Алғашқыдай ескен арсалаңдай кірген бойы жалаяққа жатқан бейкүнә нәрестенің астысына түсіп еркелетпейді. Мейірлене келіп, мекірене ескегенде де Еркегүл оны байқамайды. Әлде бала ұнамай жүрмекен деген оймен суыртпақтап сыр тартып көріп еді. Естіген жауабы біреу-ақ. Бәрі прекрасно, тамаша, тек әншейін. Бар гәпті бүгіп, тұншықтырып жатқан сол әншейінде деген сөз сияқты.